Сәлеметсіз ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз энергия, денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары. Біздің сабағымызда өтетін негізгі терминдерді қарап шығайық. Бұл презентацияда біз көріп тұрғанымыздай қазақша, орысша, ағылшынша аудармалары көрсетілген. Ең алдымен энергия, механикалық энергия, кинетикалық энергия, потенциалдық энергия, жылдамдық, масса, биіктік және де джоуль. Бізге бұл жерде бұрыннан таныс сөздер, ол жылдамдық, масса, биіктік, джоуль. Ал сонымен энергия дегеніміз орысша энергия, ағылшынша energy. Механикалық энергия, механическая энергия, mechanic energy. Кинетикалық энергия, кинетическая энергия, kinetic energy. Потенциалдық энергия, потенциальная энергия, potential energy. Біз көңілімізді осы видеоға назар аударайық. Біз өмірімізде ең маңызды ол энергия екенін білеміз. Энергия жұмыстың шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама болып табылады. Энергияны біз қолдан жасай алмаймыз, және де бар энергияны жоя алмаймыз. Бұл жылу құбылыстарына сай болып келеді. Алайда энергия орнын өзгерте алады және де формасын өзгерте алады. Табиғатта энергияның көп түрі кездеседі. Мысалы, кинетикалық энергия ол массасы мен жылдамдығына тәуелді, ал потенциалдық энергия ол өрісіндегі орнына байланысты болып келеді. Келесі химиялық энергия. Химиялық энергия химиялық заттардың ішінде сақталатын энергия. Жылулық энергиясы бұл бізде жаңағыдай температураға тәуелді энергия болып келеді. Сәулелік энергия. Сәулелік энергия жарық арқылы және электромагниттер арқылы таралады. Біз энергияны жүйе ретінде қарастыратын боламыз. Мысалға, күнделікті қолданып жүрген өзіміздің табиғи газды алайық. Мына тізбекке қарайтын болсақ, табиғи газды ең алдымен оны жерден алады да өндіреді. Өндіргеннен кейін ол жаңағыдай біздің заводтарға барады, оны өндіріп әртүрлі салаларға бөледі. Ең соңында бізге электр энергиясы немесе көлік отыны болып біздің қолымызға түседі екен. Және де қазіргі жаңа технологияларға байланысты осы табиғи газды біз пайдалы энергияға ретінде қолдана алады екенбіз. Сонымен жаңағы бейнебаянда көргеніміздей біз энергияның түрлерін білдік. Енді келесі бетті аша отырып, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Энергия дегеніміз не болды? Екінші сұрағымыз, энергияның қандай түрлері бар екен? Бізге қажетті қандай энергия түрлерін білесіздер? Осы сұрақтарға сіздер комментарияда жауап қалдырып кетіңіздер. Сонымен энергия дененің жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын физикалық шама болды. Энергия скалярлық шама болып табылады екен. Халықаралық бірліктер жүйесінде энергияны өлшем бірлігі джоуль мен есептер шығарған кезде dg әрпімен белгіленгенбіз. Мына суретте көріп отырғанымыздай, бірінші суретті қарастыратын болсақ, адам пианиноны орнына ауыстырған кезде өзінің энергиясын құртты. Энергияның альтернативті көздерін қарастырайық. Бұнда бізде жел энергиясы, күн энергиясы, геотермалды энергия, су энергиясы, биомасса және биогаздар жатады. Біз білеміз, жел энергиясы орысша айтқан кезде мельницалар ретінде қолданылады. Ал күн энергиясын қазіргі технологияларға сәйкес күн батареялары арқылы күннен энергия алып, онысыны қолданып отыр екенбіз. Қазіргі көп жерлерде, ауылдық жерлерде күн энергиясын, яғни күн батареяларын қолдану арқылы олар өмір сүріп отыр десек те болады. Ал су энергияларына келетін болса, қазіргі кезде технологиялардың дамуына байланысты су электр станциялары көптеп орналастырып жатыр. Ендігі сабағымыздың негізгі термині ол механикалық энергия болып табылатынын біз айтып кеткенбіз. Механикалық энергия деп денелердің қозғалыстары мен өзара әрекеттесулерін сипаттайтын физикалық шаманы айтады. Механикалық энергияның потенциалдық және кинетикалық энергия деп екі түрге бөлінетінін біз ендігі сабақта білеміз. Сонымен кинетикалық энергияға тоқталып кетейік. Кинетикалық энергия, яғни грек тілінен аударған кезде кинетикас қозғалыс деген мағынаны білдіреді. Яғни кинетикалық энергия деп денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтады екенбіз. Енді мына суреттерге қарайтын болсақ, бізде машинаның, велосипедшінің белгілі бір жылдамдықпен қозғалып келе жатқанын біз көріп отырмыз. Яғни кинетикалық энергия оның жылдамдығына тәуелді екенін білеміз.
Ендігі келесі мына суретті қарайтын болсаңыздар, тек кинетикалық энергияда қозғалыстағы заттар ғана емес, айналатын заттар да кинетикалық энергияның мысалы болып табылады екен. Мысалға желдеткіш деген сияқтылар. Және де ең соңғы төртінші суретті қарайтын болсақ, адам жүріп бара жатыр. Біз күнделікті өмірде жүру арқылы, сабаққа келу арқылы, жұмыстан қайту арқылы, немесе сабақтан қайту арқылы біз кинетикалық энергиямызды құртады екенбіз. Ендігі кезекте біз кинетикалық энергияның формуласын қарастырайық. Кинетикалық энергияның формуласы E-тен mv квадрат бөлінген 2 болып табылады. Мұндағы m дегеніміз масса, v дегеніміз жылдамдық. Ал осы кинетикалық энергияны есептен шығарған кезде EK деп белгілейткенбіз. Біз айтып кеткен болатынбыз. Барлық энергияның өлшем бірлігі джоульмен есептеледі деп. Кинетикалық потенциалдық энергия деп әртүрлі денелердің өзара орналасу бойынша анықталатын энергияны айтамыз. Біз жаңа бейне материалда көргеніміздей потенциалдық энергия биіктікке тәуелді болып келді, және де дененің массасына тәуелді. Енді қарастырайық. Потенциалдық энергияның өзі екіге бөлінетін дененің өзара әрекет энергиясы, дененің бөлшектерінің өзара әрекет энергиясы. Яғни дененің өзара әрекет энергиясы дегенімізде мына суретте көріп отырғанымызда бізде дененің массасы және белгілі бір биіктігі болады екен. Ал дене бөлшектерінің өзара әрекет энергиясы дегенімізде заттардың созылуынан, сығылуынан пайда болған энергияны айтамыз. Жоғары көтерілген дененің потенциалдық энергиясы сол дененің массасына және көтерілу биіктігіне тәуелді. Бұның формуласы бізде EP-тен mg көбейтілген h. Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы. Бұл бізде Кук заңына байланысты формуласы EP-тен kx квадрат бөлінген 2 болып табылады екен. Сабағымызды бекіту мақсатында біз бірнеше сапалық есептер шығарайық. Бетші тауға көтерілген кезде, таудан жоғары шыңына жеткен кезде және таудан түскен кезде қандай энергияларға ие болатынын анықтайық. Суретке қарай отырып, велосипедші тауға көтерілген кезде қандай энергия болғанын, жоғарғы шыңына шыққан кезде қандай энергия болғанын және таудан түскен кезде қандай энергия болғанын айта кетсеңіздер. Бізде велосипедші тауға көтерілген кезде кинетикалық энергияға ие болады екен, себебі ол қозғалыста. Және де таудың ең жоғарғы шыңына жеткен кезде велосипедшінің энергиясы бізде потенциалдық энергия. Таудан түскен кезде бізде кинетикалық энергия болады екен, себебі мұнда қозғалысқа тәуелді болып тұр. Ендігі екінші сапалық есебімізді сіздер өздеріңіз шешесіздер. Бірінші және екінші суретке қарай отырып, әр қай кездегі қозғалыстағы сіздерге энергияның түрлерін анықтау керек. Бізде есептің шарты қозғалыс жылдамдығы 72 км сағат, массасы 34 тонна, тепловоздың кинетикалық энергиясы қандай дейді. Есептің шартын оқыдық. Енді есептің берілгенін жасайық. 72 км сағат дегенді біз метр секундқа айналдыру керекпіз. Аудару үшін 72-ні мыңға көбейтіп 3600 секундқа бөлуіміз қажет. Сонда 20 метр секунд шығады екен. Ал массасы 34 тонна дейді. Тоннаны килограммға аударуымыз қажет. 34 мың килограмм. Немесе оны 34 көбейту, оның 3 дәрежесі килограмм десек те болады. Енді есептің шешуін жасайық. Ең алдымен біз кинетикалық энергияның формуласын жазып алайық. Кинетикалық энергияның формуласы EK-тен mv квадрат бөлінген 2 болып табылады. Осы формулаға біз әрқайсының орындарын қоямыз. Бізде жауабы 6800 көбейту, оның 3 дәрежесі джоуль дейміз. Келесі есеп бізде екінші есеп. Массасы 3,5 кг. Кірпіш жер бетінен 6 метр биіктікте жатыр дейді. Кірпіштің потенциалдық энергиясын табыңдар. Бізде осы есепте потенциалдық энергияға берілген екен. Ең алдымен есептің берілгенін жазамыз. Массасы берілген және де биіктігі берілген. Бізге потенциалдық энергияны табуымыз қажет. Бұл есепте бізде халықаралық бірліктер жүйесіне келтіретін шамалар жоқ екенін біз көріп тұрмыз. Онда есептің шешуін жасайық. Ең алдымен потенциалдық энергияның формуласын жазамыз. EP-тен mgh. Мұндағы бізде масса 3,5 кг, G дегеніміз 9,8 ньютон бөлінген килограмм және де h биіктік 6 метр. Есептің жауабы 205,8 джоульға тең. Енді біз толық энергия не екенін білдік. Толық энергия дегеніміз потенциалдық және кинетикалық энергияның қосындысына тең екен. Біз мысал ретінде
жапырақтың жерге құлауы, алманың жерге құлауы туралы айта алады екенбіз. Мысалға, ол қалай? Алма тағы алғашта тұрған кезде ол потенциалдық энергияны ұстап тұрады. Ал одан кейін алма жерге құлағаннан кейін бізде кинетикалық энергияға өзгереді екен. Осы сияқты бізде әртүрлі мысалдар келтіре алады екенбіз. Өздеріңіздің мысалдарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сабағымызды қорытындылау мақсатында мен сіздерге үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасына кинетикалық және потенциалдық энергияға мысалдар келтіріңіздер. Және сол туралы өздеріңізге ұнаған осы тақырып бойынша комментарий қалдырып жазып кетсеңіздер болады.